Енді осы пікірді келтіру үшін қазір музыка шығады, соның сөзіне, әніне қарай қимыл істейсіздер, жүгіресіздер осы жерде балдар сияқты. Сол қимылды балдар да істейді. Бір екі үш басталды. Ал, келесі. Балдар асаба бергенде. Не қашырсаң? Жаяу жүрсең, өмір сүрсең, тақырды алшапасы бойың соққысын. Көлікемін деймін, пойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқ қалмайсың. Жаяу, алыс емес тауында баяу, мен жетемін ауылға, қалай келемін жаяудан да. Үз сөйлем қағда, бағында мен суық жолға, тамаша табиға. Алтын жүзге рахметімізді айтып, алтын жүз өзінің сыйлығын беріп кетсіңіздер. Балалар, сен нетке өнерлі де тәртіпті деп, сендердің арқаларында бүгін менің көңіл күйім бір көтеріліп қалды. Енді сендер мынандай маған тартқан сыйлықтар үшін мен сендерге сыйлық тапсырып кетемін. Оны тәрбиешілерім өзінің комитетіне беретін болады. Балаларына қараңдаршы. Мен уақытым келіп қалыпты, мен қоштасайын сендермен. Сау болыңыз деп айтайықшы. Балалар. Балалар міне бізге алтын көз қырмандағы жемістердің бәрін әкелді. Енді ата-аналар осымен мерекеміздің соңында осы Тоғжан балабақшасының әдіскері Раушанбек қызы Жанар ханымға береміз сөзді. Мына кішкентай ғана бүлдіршін балалар, мына келіп жеткен алтын қыз мерекесі сіздерге құтты болсын. Мына көз қуаныштарыңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Бағанадан бері көріп жатсыздар, жарты сағат бойы сіздерге қандай көңіл күй сыйлады, қуаныш сыйлады бізге бәріміз. Әрқайсысы өздерінің тілімен, әрқайсысы өзінің қылықтарымен тәтті болады. Осы сіздердің балаларыңыз осы қылықтармен сіздерді қуанта берсін, биік шыңдарға жеткізе берсін. Алдағы уақытта балаларыңыз үлкен азамат болып, үлкен бой жеткен қыз болып өсе беріп, биік шыңдардан көріп, халықтың ұл қыздары болып өсе берсін. Рахмет сіздерге. Апайлар, сіздерге де үлкен рахмет. Осынша баланы тәрбиелеп, осындай жағдайға жеткізіп, сіздің алдыңызда осы именно Ләйлә апайда бүкіл балабақшаның балалары осы апайдың қолынан өтеді. Кішкентай кезінен тәрбиелеп, бүкіл неліге тәрбиешілерімізге дайындап беретін осы апайымыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Құрметті ата-аналарым, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Балдарыңыздан бізден сәл кем-кешік болса, кешіресіздер. Бұны енді балдардың балалығы деп ойлайсыздар, бірақ өмір бойы ойларыңызда естелікте қалады деп ойлаймын. Отбасыларыңызда бақ береке, ырыс дәулет тапсын, балдарыңыз аман болсын, әрқашан аманыңыз